Қайырлы күн. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз қазіргі заманғы дүние жүзінің геосаяси кеңістігі. Жалпы дүниежүзілік геосаяси кеңістік ол өзінің алақұлалығымен және өзгермелігімен ерекшеленеді. Жалпы әскери қақтығыстар алаңына тоқталатын болсақ, бұл Африка және Азия дүние бөлігі деп қарастырсақ болады. Мысалы тоқталатын болсақ, солтүстік Африкада үкіметке қарсы әртүрлі қозғалыс әрекеттері саяси жағдайда тұрақсыз. Ал Алжирде ислам құтқару майданы жүзеге асуда. Ал Сириядағы халықаралық күштер араласуына мәжбүр болатын жанжал бар. Сондай-ақ Сомалиде мемлекеттің бірнеше бөлікке бөлу қаупі туғызатын ұзаққа созылған азамат соғысы жүруде. Жалпы геосаяси құбылыстар мен үдерістер 20 ғасырдың екінші жартысында өте қарқынды жүзеге асты деп айтсақ болады. 60 жылдардағы орталық жүйенің күйреуі, 90 жылдардағы федерацияның ыдырауы саяси картаға үлкен өзгерістер алып келді. Жалпы бір-біріне қарсы тұрған екі полюсті әлемнің жаңа геосаяси жағдай қалыптасты деп айтсақ болады. Ал геосаяси жағдай дегеніміз не? Ол елдің саяси картадағы орнын, оның әртүрлі мемлекеттерге немесе мемлекеттер тобына қатынасын бағалау екен. Яғни осындай геосаяси жағдайлар мен алмастырылған екен. Екі полюстегі әлем. Оның орнына жаңағыдай геосаяси жағдай қалыптасты деп айтуға болады. Жалпы халықаралық лаңкестік бұл қарсы бағытталған күрес арқылы қарсы күрестер болды. Ал халықаралық лаңкестік дегеніміз не? Бірінші анықтама беріп алайық. Халықаралық лаңкестік дегеніміз лаңкестік әрекетті жүзеге асыру мақсатында құрылған немесе өзінің қызметінде лаңкестікті пайдалану мүмкіндігін мойындаған топты біз лаңкестік ұйым деп атаймыз. Осы лаңкестік әртүрлі ұйымдар әсіресе 2011 жылдың басында, мысалы, араб әлемі болған Египет, Тунис, Ливия, Бахрейн сияқты елдердегі оппозициялық қозғалыс халықаралық деңгейде алаңдатушылық туындады. Немесе жаңағыдай ақш-тың стратегиялық мүдделерінің басым бола түсті деп айтсақ болады. Осы халықаралық лаңкестік қарсы бағытталған іс-шараларды айтсақ. Ал енді 21 ғасырдың басында халықаралық аренадағы саяси күштердің арасында өзгеріс болды. Ал енді ол өзгеріске бірнеше факторлар әсер етті деп айтсақ болады. Немесе 21 ғасырдағы әлемнің дамуына ықпал ететін саяси факторлар. Олар қалай? Жазып қояйық. Жалпы саяси факторларды жіктейік. Бұл факторлар балалар әлем бойынша саяси факторлар. Біріншіден, ол Қытайдың әлемдік көшбасшылық тобына енуі, оның саяси салмағының артуы. Яғни, бірінші ол Қытай Халық Республикасына байланысты екен. Қытайдың саяси салмағының артуы. Жай мен қысқартып жазайын, сіздер түсініңіздер. Екіншіден, Америка құрама штаттарының әлемдік деңгейде саяси және әскери үстемдігі. Бұл екіншісі Америка құрама штаттарына байланысты екен. Яғни ақш-тың саяси және әскери үстемдігі. Үшіншіден, Ресей Федерациясының геоэкономикалық қуатының артуы. Яғни үшіншісі Ресей Федерациясы. Саяси факторлар бойынша. Төртінші, Европалық одақ шеңберінде ынтымақтастың дамуы. Яғни Европалық одақтағы ынтымақтастық деп жазайын. Ынтымақтастық. Келесі, ол НАТО блогының шығысқа қарай кеңеюі. НАТО блогы деп жазайын. Яғни түсінікті, шығысқа қарай оның кеңеюі жалпы әлемдегі геосаясатқа ықпал ететін саяси фактор болып табылады. Және соңғысы бұл халықаралық лаңкестік және оған қарсы күрестің күшеюі. Халықаралық лаңкестік.
Енді осы саяси факторлардың ішінде біз аса маңыздысы және өте кең тараған түрі халықаралық лаңкестікке тоқталайық. Ол біз онымен 2011 жылғы 11 қыркүйектегі Америка құрама штатындағы бұрын соңды тарихта болмаған лаңкестік оқиғаны есімізге түсірсек болады. Бұл жерде жаңағы Америка құрама штатының осы лаңкестікті сезінуі және оның қандай себептері болуы мүмкін. Жалпы лаңкестік ғаламдық деңгейде болуы лаңкестіктің қандай себеп болуы мүмкін. Біріншіден, сол елдердің арасында, көптеген елдердің бай мен кедейшіліктің ара қатынасының ашылуы екен себебі. Екіншіден, әлеуметтік теңсіздік пен ішкі саяси жағдайдың тұрақсыздығынан лаңкестік жағдай халықаралық деңгейге көтеріледі екен. Ал жалпы лаңкестіктің өзіне тән қандай ерекшеліктері бар? Соны атап өтейік. Біріншіден, лаңкестік тактиканың өзгеруі. Екіншіден, лаңкестік ұйымдардың құрылымының жетілдірілуі. Үшіншіден, халықаралық лаңкестіктің адами ресурстар мен қаржылық көздердің арта түсуі. Төртіншіден, лаңкестіктің ең жаңа түрі ақпараттық лаңкестіктің пайда болуы. Ол ақпараттық өте жылдам жүзеге асады және көп мемлекет халық зардап шегеді деп айтсақ болады. Келесі, діни және ұлттық өшпенділік негізінде лаңкестіктің басым болуы. Әсіресе лаңкестік оқиғалардың көп себебі осы діни және ұлттық өшпенділік екен. Және келесі, лаңкестіктің қатыгез формалары мен әдістерінің пайда болуы. Бұл жалпы лаңкестіктің өзіне тән ерекшеліктері екен. Жалпы дүниежүзілік геосаяси кеңістікте қарама қайшылық үдерістер тән. Геосаяси кеңістікте. Ол қандай қарама қарсы үдерістер? Яғни, оны мен фактор емес, үдерістер деп жазайын, үдерістер. Ол бірінші жаһандану. Бірден жаһандануға тоқталып өтейік. Жалпы жаһанданудың белгісін қалай қарастыруға болады? Ол қазіргі геосаяси жағдайда көп полюсті, күрделі әлемнің тұрақсыз ара салмағы. Сол ара салмақты түсіндіру ретінде осы жағдайда дүние жүзінде кез келген күшті мемлекеттің немесе геосаяси орталықтың басқа саяси күштерді ескермей өз бетінше әрекет ете алуы екен. Жаһанданудың белгісі, немесе жаһандануды солай түсіндіруге болады. Ал екіншісі ол антиглобализм. Антиглобализм. Антиглобализмді былай түсіндірейік. Жалпы антиглобализм бұл алғашқы ресми ұйымы Францияда пайда болған екен, және ол Аттак Франция деп аталады екен. Ұйымның аты, Ал бұл ұйымды ұзартсақ қандай мағына береді? Яғни, қаржы операцияларына салық салуды жақтайтын азаматтар ассоциациясы екен. Ол, жаңа айттық, ең алғашқысы Францияда құрылған деп. Жалпы бұл ұйымның талабы не? Яғни, әлемдегі болып жатқан қаржы операцияларының 0,1%-ын салық ретінде кедейшілік күреске және артта қалған мемлекеттерге үлестіру деп айтады. Сондай-ақ бұл Аттак өкілдерінің негізгі мақсаты дамушы елдерден қарызды кешіруді талап етеді екен. Антиглобализмге қарсы дүниежүзі бойынша дамушы елдердің дүниежүзі бойынша әрекет етуші бірнеше ұйымдарды айтып өтуге болады. Олар бірінші Аттак Франция болса, келесі ол ғаламдық әрекет деп аталады екен. Бұл ұйымның аты, ғаламдық әрекет. Тағы бір ұйымның аты Black Bloc деп аталады. Келесі ол радикалды экологтар ұйымның аты. Сондай-ақ үшінші ұстаным деген осындай ұйымдар бар екен.
ұстаным. Және бұл ұйымдардың мақсаты не екенін айттық, иә, жалпы дамушы елдердің қарызын кешіру және жалпы қаржы операциясындағы даму деңгейіне төмен елдерге салықты төмендету мақсатында ұйымдастырылған ұйымдар екен. Жалпы жаһандану дегеніміз бұл әлемнің геосаяси тұтастығын ұстанса, ал антиглобализм керісінше тұтасуға қарсы құбылысты қолдайтын ұйымдар деп айтуға болады. Міне балалар, бүгін жалпы 21 ғасырдағы әлемнің дамуына ықпал ететін саяси факторлар мен үдерістер туралы қарастырдық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.